Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні математика 1-ші сынып 49-ші сабақ сандарды қосу және азайту тақырыбын жалғастыратын боламыз. 49-ші сабақта сандардың қосындылары мен айырмаларын оқимыз және жазамыз, олардың мәнін табамыз. Бірінші есепке назар аударайық. Отбасы мүшелері боулинг ойнады. Ойыншылардың әрқайсысы неше ұпай жинағанын анықта. Мысалы түрінде жаз. Суретке назар аударайық. Бірінші ойыншымыз қанша ұпай жинады? Санап шығайық. 10 ұпай, 20 ұпай, 20 ұпай, 10 ұпай, 30 ұпай, 10 ұпай. Барлығы 100 ұпай болады. Екінші ойыншымыз қанша ұпай жинады? Санайық. 10 ұпай, 10 ұпай, 20 ұпай, 20 ұпай, 30 ұпай, 10 ұпай. Барлығы 100 ұпай жиналды. Үшінші ойыншымыз қанша ұпай жинады? Есептеп көрейік. 20 ұпай, 10 ұпай, 10 ұпай, 20 ұпай, 30 ұпай, 10 ұпай. Барлығы 100 ұпай жинады. Үш ойыншымыз да бірдей ұпайлар жинапты. Екінші мысалымызға назар аударайық. Қосу мен азайтуға мысалдар жаз. Олардың мәнін тап. Бірінші қосылғыш саны 50, екінші қосылғыш 10, қосындының мәні 60. Бірінші қосылғыш 40, екінші қосылғыш 50, қосындының мәні 90. Бірінші қосылғыш 80, екінші қосылғыш 20, қосындының мәні 100. Енді азайтуға мысалдарды жазайық. Бірінші азайғыш 80, азайтқыш 60, айырманың мәні 20-ға тең. Азайғыш 40, азайтқыш 10, айырманың мәні 30. Азайғыш 70, азайтқыш 20, айырманың мәні 50. Мысалдарды дәптерге жазып алайық. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Өзіндік жұмыс. Жауабы 30-ға тең болатын мысалдарды теріп жаз. Бірінші мысалға назар аударайық. 90 азайту 60, мәні 30-ға тең. Дәптерімізге жазып қоямыз. Екінші мысал. 50 қосу 20 70-ге тең. 50 қосу 0 50-ге. 80 азайту 30 50-ге тең. 60 қосу 10 70-ге тең. 50 азайту 10 40-ға тең. Жетінші мысалға назар аударайық. 10 қосу 20 30-ға тең. Дәптерге жазып қоямыз. 8-ші мысалы 80 азайту 50 30-ға тең. Оны да дәптерімізге жазамыз. 80 азайту 60 20-ға тең. Бізге берілген үш мысал 30-ға тең жазып қоямыз. Келесі мысалды қарастырып көрейік. Топтық жұмыс. Сандардың қосындысын таңда. Үркі бойынша айырмалар құрастыр. Бізге 7 және 70 саны бойынша сандардың қосындысы берілген. Сол бойынша есептер шығарып көрейік. 7 санына мысалдар жазылған, қарап көрейік. 3 саны 4 саны қосу мәні 7-ге және 4 саны мен 3 саны қосу мәні 7-ге тең. 7 санынан 4-ті азайтқанда 3, 3-ті азайтқанда 4 шығады екен. Дәл солай 2 мен 5, 5 пен 2 сандарын алуға болады. Немесе 1 мен 6, 6 мен 1, 0 мен 7, 7 мен 0 сандарын жазса болады. Ендігі кезекте 70 санына мысал жазып көрейік. 60 қосу 10, 70, 10 қосу 60, 70. Азайту мысалына 70 санынан 10-ды және 60-ты азайтып, шешімін тауып жазып қойдым. 70 санына келгенде дәл солай 50 мен 20, 20 мен 50-ті, 30 пен 40-ты, 40 пен 30-ты алуға болады. Ал балалар, бүгінгі сабақ түсінікті және қызықты өтті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар.